адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің қазақ ордай каналым. Видеоның басымен жетістірінде қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу жайында видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Енді көп жазып жатсыздар, бізге қалай лига бар ма деген сұрақтар комментарий жазылып жатыр. Сондықтан да мен енді өзімнің лигам емес, бірақ та бұл лигада енді көмесе бұл жерден біздер лиганың атауында қанша ойыншы алатынын да білмейді екенмін. Сондықтан да бұдан енді жоғары болсаңыздар, қателеспесем 137 екен, бізде төмендер 121 бар екен. Мүмкіндіктеріңіз бар, енді әрі кетсе 140 болсаңыздар, минимальный сондай болғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Енді басқалар сұрақтарыңызға жауап беремін, жаза беріңіздер төменге комментарияға. Енді бүгін бізде жаңа не шыққан еді, өзбекше. Бұл бізде легенда футболшы десек те болады. Осы жылы өзінің мансабын аяқтады. Ол анау-мынау емес, өзінің сүйікті клубында және өзі бастаған клубына өте еңбек сіңді деп ойлайық. Қаржы жағынан бітіп жатқан клубқа өзі келіп тегін ойнап беріп бір маусым. Бұл деген өте батылдық деп ойлаймын. Сондықтан да құрметке ие футболшы деп ойлаймын. Енді өзі легенда футболшы өте керемет, 99 позициясына усиление спер ұнап тұр. Мен сондықтан да осы футболшы үшін де және де усиление навык үшін алайын деп тұрмын. Сіздерге бүгін СВЧ-сын көрсететін боламын. СВЧ-сы міне осындай. Енді керек болса түсіріп алсаңыздар болады, скриншот жасап осы ойыншыларды. Енді әрі кетсе бұл ойыншыларды өзім ешқандай ақша құртқан жоқпын. Составымда тұрған ойыншылардың бәрін ішіне іріктеп алдым, солай мен шығардым. Әрі кетсе бір 3-4 миллиондай болып болуы мүмкін, қателеспесем деп ойлаймын. Енді нелерді есептемеген 3-4 миллион болмайды, или 2 миллион жарымдай шығар. Осылай достар, енді біздер басатын боламыз. Керемет ойыншы аламыз бүгін. Арен Робинді ал кеттік. Бұл жерде бізде Арен Робин міне бір скрин жасады, ол өте жақсы қалған усиление навыков. Енді және де бізде галереяда не бар, кішкене пак бар, соны ашып жібереміз сіздермен. Галереядан осындай 20-сы бар, сондықтан да бірге көрейік қалай болатын. Және Робинді ПВ позициясына қойып, Маризді алмастырып, бірден Гундаган шықты бізде элитный игроктардан. Ең қалғаны мен ашқым келіп тұрған жоқ, шыны керек. Тағы да бірден жаңадан бірден қосылып жатса, очко сияқтылар, сол кезде ашатын боламыз. Енді бізде составды кішкене өзгертейік, және де Робинге озыр жасап жүрсек деп ойлап отырмын. Позициясын қоямыз. Робин тым өзгеру жоқ. 146 өте керемет бұл позициясына қойдық. Және де біз способностьті көтеріп біздің оши беретін боламыз, или усиление навыков береміз. Бізде қазір уақытта 356 усиление навыков берек, кішкене ойнаусын деген маңызды зор, сондықтан да болса сыграть алатын боламыз. Енді қазір уақытта Робинге бір 2 ойын әрі кетсе ойнайтын боламыз достар. Достар, жалғастырамыз. Енді біз Робинді бір ойнап қарайық. Режим атакадан, атакадан ойнап қарайтын боламыз. Қалай өнер көрсетеді екен. Бұлай бола ма ойыншы ретінде. Енді өзінің позициясы ПП болғандықтан қиындау. Енді өз басым ПП позициясымен ойнамағандықтан енді ПВ-мен әрі кетсе соңғы орнына қойып, ауыстырып қойып жатырмыз. Көреміз, енді айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Екеуі де шабуылға араласатын футболшылар. Біздің қарсыласымыз лига чемпион ойыншылары екен. Бізде енді кішкене составты өзгерту керек. Екі қорғаушымды екі жақтағы
өзгертуім керек. Кеттік. Ал бірінші ойын бізде Робиннің алғашқы ойыны қалай өтеді екен. Робин міне өте керемет финт. Ой, әдемі өтті, көрдіңіздер достар. Рудигерден әдемі өтті, финті жақсы. Міне тағы бір гол. Біздер енді Робинді іздеп жүрік. Робин оң қаймен өте керемет. Тағы да бір сол өте керемет ойын көрсетіп отыр достар. Таңғалдыратын осындай ойындармен Робин әттең БВ позициясына шыққанда кішкене бізге де составымызға мүмкін кішкене көтерілуіне мүмкіндік беретін еді. Міне бізде Робинді көрмей жатырық. Бұл жерде де ойын жоқ, Жерард. Қарсылас кішкене шығып кеткен сияқты ойыннан. Бехем жоқ, оның орнында және де бұрыштама көрек кеттік. Бенити, Назар. Робинді көре алмай жатырық. Міне 10-дықпен кетір екен. Өте алмай қалды бұл жерде. Финтін жасап қараған едім. Жылдамдығы да бар. Өте жақсы. Бұл жерде Лукаку басы өтпеді. Тағы да бір көреміз. Жерард. Өте жақсы. Бұл жерде Робин араласып ойнап жатыр шабуылға. Бірінші ойын өте жақсы болады. Ойын енді қарсыластың шығып кеткеніне не істемейміз, бірақ та Робин ойнап қояды екен достар. Алуға болады, тұрарлық өте. Бұны көтерсеңіздер, ең максимальный 105-ке көтерсеңіздер өте керемет ойнау мүмкін. Тағы бір ойын ойнап қарайық, қалай болады екен. Сосын қандай баға беріп көретін боламыз. Енді Робин деген өте талантты футболшы ғой. Мен бұны ойыншыны басында енді көбінесе PSV-да ойнап жүрді. Бұл ойыншы Нидерланд лигасында. Және де одан кейін Челсиге келді. Челсиден енді жарқырап Баварияға келген еді. Баварияда өте керемет өнер көрсетті. Шыны керек, таза Баварияны алға сүйреген ойыншылардың бірі деп есептеймін. Рибери екеуі қосылып, сол кездегі өте керемет. Міне тағы бір гол көрдіңіздер ғой. Бір ойыншыны айналдырып топқа әттең бұл жерде көре алмадым. Лукакумен теуіп жібердік. Бұл жерде енді Бехем. Ол Робин штрафын ойнады да өте жақсы теуетін еді. Міне солақаймен өте керемет. Точно кәдімгі қақпаның ішіне кірді. Бұл жерде Лукаку, Робинді істеген едім. Міне өте керемет. Тым қателігі жоқ. Тек тез қозғалады екен достар. Өте жақсы. Тез қозғалған футболшымен жеңуге болады. Бұл жерде Лукакумен теуіп жібердік. Лукаку тағы да көп гол соға берсек те дұрыс емес деп ойлаймын. Кішкене қарсылас міне Мальдиниден қалай өтеді екен. Көрдіңіздер міне тез қозғалады достар. Өте жақсы. Алыстан ана жерден Бехем келмегенде бір соққымен көргім келген еді. Бұл жерде бас беріп көргім келіп тұр. Пейнтер жақсы. Бұл жерде алыстан айналдырып көргім келеді достар. Өте жақсы. Теуіп тұр. Голды салып жақсы ойнап тұр. Гол. Бұл жерде жақсы екі ойында да өз мүмкіндіктерін пайдаланды. Ештеңе айта алмаймын, ешқандай не емес. Жаман ештеңесі жасаған жоқ, сондықтан да өте жақсы. Характеристикасы бәрі де өте от ойыншы. Өзінің мүмкіндіктерін пайдаланды. Алуға болатын достар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын осы ойыншы. Енді осындай кішігірім обзорымыз сіздерге ұнаса, біздің арнаға жазылып және де қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ал достар, осылай келесі видеоға кездескенше сау саламатта болыңыздар.